Қазіргі таңда елімізде өз кәсібін дөңгелетіп, заманауи бағытта еңбек етіп жүрген азаматтардың қатары артып келеді. Солардың бірі Ойтал ауылының тұрғыны, жеке кәсіпкер Гүлдидар Копобаева. Ол үйінен шағын шеберхана ашып, әлеуметтік желі арқылы тапсырыс қабылдайды. Меркелік Гүлдидар Копобаеваның негізгі кәсібі тігіншілік. Ол тұрмыстық және мерекелік киім түрлерін тігіп қана қоймай, заманауи технологияларды да тиімді пайдаланып келеді. Атап айтқанда, ол мемлекет тарапынан берілетін қайтарымсыз грантты жеңіп алып, арнайы сублимация аппаратын сатып алған. Қазіргі таңда бұл құрылғы арқылы жейде мен киімдерге әртүрлі әсем бейнелер түсіреді. Қазіргі таңда көбіне жұмысым сублимациямен жұмыс жасап отырмын. Сонымен қатар тігіншіліктен балабақшаларға көйлектер заказ алып отырмын, мектептерге жилеткалар заказ қабылдаймын. Сонымен қатар сублимация аппараты арқылы киімдерге, кез келген киімге қалаған дизайнда сурет жасап беремін. Сонымен қатар кәсіпкер жаңа жылдық сыйлық қалташаларын дайындап, оларды безендіреді. Бұдан бөлек тойбастарға арналған түрлі кәдесый заттарын әзірлеп, тұтынушылардың сұранысына сай өнімдер ұсынады. Кәсіпкердің қолынан шыққан өнімдерге сұраныс жоғары. Тапсырыстарды әлеуметтік желілер арқылы қабылдап, тек ауыл тұрғындарын ғана емес, басқа қалаларға да өз бұйымдарын жөнелтуде. Кәсіпкерлер саны жетерлік. Соның ішінде Гүлдидар ханым үйіндеміз қазіргі таңда. Ол кісі биыл 2025 жылы қайтарымсыз грант иегері атанып, өз кәсібін ары қарай дамытып отыр. Алдында тігіншілікпен айналысқан. Қазіргі уақытта шебер шағын бөлмеде жұмыс істейді. Соған қарамастан тапсырысын арттырып, кәсібін одан әрі дамытуды көздеп отыр. Қанат Күзберген, Мержан Ерболатов, 24 News.